Теңіздің қандай тереңдігінде судың қысымы 824 килопаскаль. Берілгені қысым бар 824 килопаскаль. Еркін су деуін 10 деп алайық, 10 ньютон килограмм. Теңіз суының тығыздығы 1030 килограмм метр куб. Бұны оқулықтың артында кестеден аласыздар. Табу керек тереңдік. Талдау. Су бағанасының қысымы ρGH. Биіктік, яғни тереңдік табу үшін қысымды бөлеміз ρ көбейту G-ға. Шешуі. 824 кило деген 3-0 қосамыз, паскаль. Тығыздық теңіз суы 1030 килограмм метр куб. Еркін су 10 ньютон килограмм. Сонда бізде 80 метр шығады. Яғни 80 метр теңіз суының тереңдігінде судың қысымы 824 килопаскаль болады. Суды 60 метр биіктікке көтеру үшін сорғы қандай қысым тудыру керек? Берілгені биіктік бізде 60 метр, еркін су деуі 10 ньютон килограмм, судың тығыздығы 1000 килограмм метр куб, кесте бойынша табу керек қысым. Талдау. Қысымды табу үшін ρGH формуласын қолданамыз. Шешу. Ро бізде бар 1000 килограмм метр куб. G бізде бар 10 ньютон килограмм. H бар 60 метр. Көбейтеміз. 600 мың болады. Паскаль. Жауабына қысқарып жазайық 600 килопаскаль деп. Қатынас ыдысқа бір мысал қарастырайық. Суы бар у тәрізді ыдыстың сол жақ тармағына 15 см керосин құйылды. Оң жақ тармақта судың деңгейі қанша көтерілді? Бізде сары түс керосин, көк түс су. Осы керосин құйғанда су бізде X-ке түседі. Сол жағы, оң жағы X-ке өседі. Яғни көтеріледі. Сосын тоқтайды. Тоқтағанда қысымдар теңеседі. P1 тең P2. Сол жақ, оң жақ тармақтағы қысымдар теңесті. Қысым бізде ρGH. Екінші тармақ ρGH2. G мен G қысқартамыз. Сонда ρ1 H1 тең ρ2 H2. Суреттен көріп тұрғанымыздай H2 ол 2x-ке тең. Сонда ρ1 H1 тең болады ρ2 көбейту 2x. Бұдан x табайық. ρ1 H1 бөлеміз 2 ρ2-ке. Не формула шықты? Осыдан мәндерін қойық. ρ1 бізде 800 килограмм метр куб. 15 сантиметр ол 115 метр хбж-да. ρ2 ол 1000 килограмм метр куб. Осыны есептейміз. Сонда бізде 106 метр шығады. Бұл 6 сантиметр. Сонда керосин құйғанда судың деңгейі 6 сантиметрға көтерілген.